Шілдеде күн батысымен түнгі аспанда жарық жұлдыздар жыпырлайды. Жылдың осы мезгілінде кешке мына жаққа қарасақ, біздің құс жолы галактикасының орталығын көреміз. Аспанның бұл тұсында жарық жұлдыздар көп, әсіресе Сарышаян мен Мергенде. Аспан қараңғы болса, жұлдыздар және тозаң мен газ бұлттары тығыз ұйысқан құс жолы өзегін армансыз тамашалаймыз. Жаз ортасында бұл ғажайыпты толық қараңғы түскен соң оңтүстіктен көруге болады. Ал құс жолы көріне қоймайтын қалада тұрсақ, бізге Мергендегі шәйнек ретінде танымал бір топ жұлдыз көмектеседі. Шәйнек көзге бірден шалынатын астеризм, яғни жұлдыз көрінеді. Қасындағы Сарышаян сияқты оны бір көрген соң келесіде таппау қиын. Галактика ядросы жұлдыздардың оң жағында шәйнектің шүмегінде орналасқан. Шәйнек түнде еңкейіп, бір шынайы ғарыш шайын құйғандай болады. Ал қараңғы аспанда құс жолы шүмектен көтерілген бу тәрізденеді. Шілдеде далалыққа не тауға шығып құс жолын тамашалаңыз. Немесе ең болмаса шәйнектің арқасында галактика өзегін табыңыз.